Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 65-ші сабақта сөз таптары деген жаңа сабақты өтеміз. Балалар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Жаңа сабақтарды көру үшін қоңыраушаны басамыз. 65-ші сабақтың тақырыбы сөз таптары. Бірінші тапсырмада тақырыбын оқып, мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда дейді. Мәтіннің тақырыбы өнер екен, яғни бұл өнер туралы мәтін болады, иә? Ал енді оқып көрейік. Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлер бар. Қазақ мәдениеті энциклопедиялық анықтамалығынан алынған екен. Енді бізге мәтін не туралы дейді. Және де мына жерде бізге беріп қойыпты. Біріншісі өнердің түрлері туралы, екінші өнер және оның мақсаты туралы. Әрине бұл жерде ол екеуі де бар, иә? Бұл жерде өнердің түрлері туралы да айтқан, және өнердің мақсаты туралы да айтылған. Одан кейін тапсырмада өнердің мақсатын сен қалай түсінесің сұрағы бойынша бір-біріңмен ой бөліс дейді. Сендер өз ойларыңды жазсаңдар болады. Мысалы, мен былай жаздым. Өнердің мақсаты адамға өнер арқылы адамзаттың игілігіне қызмет ететін жаңа пайдалы дүниелер жасау. Енді екінші тапсырмада көп нүктенің орнына тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқы. Сен сөздер сөз таптарына қалай топтастырылғанын ойланып көр дейді. Қараңдар, сені жан жағыңнан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздер зат есім деп аталады, иә? Екінші сыныпта өткенбіз. Енді заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер ол етістік деп аталады. Заттардың әр алуан белгілеріне, түріне, түсіне, сапасына, санына ие. Мұндай белгілер сын есім және сан есім арқылы айтылады. Енді тапсырма, қарамен жазылған сөздер арқылы мәтіннің мәнін түсінуге бола ма? Олар осы мәтіннің тірек сөздер болып тұрғанын дәлелде дейді. Қара сөздер қараңдар, заттар, атын, қимыл, іс-әрекетін, белгілерін деп тұр ғой. Бұл сөздер арқылы мәтіннің сөз таптары туралы екенін білуге болады. Өйткені сөз таптары заттың осы атын, қимылын, іс-әрекетін, белгілерін береді, иә? Енді үшінші тапсырмада мақалды жатқа көркем жаз дейді. Ақыл көпке жеткізеді, өнер көпке жеткізеді. Осы сөздердің қай сөз табына жататынын анықта, қандай белгілеріне қарай анықтағаныңды жұбыңмен бөліс дейді. Қараңдар, бұл жерде ақыл, өнер дегеніміз ол заттың атын білдіріп тұрғандықтан не сұрағына жауап беріп тұр, иә? Не ақыл, не өнер. Ал енді жеткізеді дегеніміз ол не істейді деген сұраққа жауап беріп, ол етістік болады. Екеуі де жеткізеді деген, ол екеуі де етістік болады. Төртінші тапсырмада әр сөз табы туралы білетініңді айт дейді. Зат есім нені білдіретінін айтайық. Зат есім заттың атын білдіріп, кім не деген сұрақтарға жауап береді. Ал етістік қимыл мен іс-әрекетті білдіріп, не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім заттың сынын, сапасын білдіріп, қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Ал сан есім заттың санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Енді осы кестені пайдаланып, сөздерді сөз таптарына талда дейді. Қандай сөздер? Өнер, көркем, эстетикалық, игеру, сомдайды. Біз бағана айттық, иә, өнер дегеніміз ол зат есім, не деген сұраққа жауап беріп тұрғандықтан. Енді көркем, эстетикалық деген бұл сын есім болады. Өйткені ол заттың сынын білдіріп тұр, иә, қандай көркем, қандай эстетикалық деп жауап беріп тұр. Ал енді игеру, сомдайды деген бұл етістік болады. Өйткені ол заттың қимылын, іс-әрекетін білдіріп, не істейді деген сұраққа жауап беріп тұр. Мына жерде бізге ереже берілген екен. Осы ережені естеріңде сақтаңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар.